Құдай тағала қорғамаса, әр адамның сусыз жерде суға батып, тегіс далада тәлтіректеп сүріне қабына құлап жығылуы әбден оңай. Ондай тәлтіректеген сәттерде көк тәңірі ақыл айтып, құлағына сыбырламайды. Өмірдегі бір шағын құбылыстан ой туғызады. Немесе басқа бір замандасының аузымен тұла бойыңды түгел найзағайдың отындай тіліп өтетін сөздермен кеңес береді. Менің бір қасиетім және ылғи өзіме қайғыт шектіріп, о дүниенің алдына апарып қайтқызатын қасиет. Біреуді жақсы көрсем, тіпті одан қаншама рет көңілім қалса да жек көре алмаймын. Қалайда ол адамды ойша ақтап алуға, өзімді жексұрын етіп кінәлауға бейім тұрамын. 70-ші жылдардың орта шенінде мен үшін орны толмас трагедия болған бір жағдайлар болды. Әрине, жақсы көру, махаббат мәселесі. Оның үстіне сол жылдары анам, одан кейін жалғыз ағам қайтыс болды. Оның шиеттей балалары қалды. Менен басқа әулетімізде бас көтерер ешкім қалмады. Осының бәрінен әбден басым айналып, не істерге білмей есеңгіреп жүрген едім. Өліп қалсам ба деген теріс ойлар иектеді. Бір күні жазушылар одағының фойесінде өзіммен өзім тұр едім. Жасы шамалас бір кісі келіп сәлемдесті. Көңіл күйімді бірден байқады. Амандық саулықтан кейін: «Фариза, сіз кім екеніңізді білесіз бе?» деді. Әй жоқ, шәй жоқ. Мен бақырайып бетіне қарадым. Бұрын көрген адамым емес. Неге сонша жүнжисіз? Бүкіл халық сіздің сөзіңізді кие тұтады. Құдай көкірегіңізге берген сәулесін өз қолыңызбен өшіргелі жүрсіз бе? Деді. Әлгі адам маған сондай ренішпен қарай айтты. Мен төбе құйқам шымырлап, басымнан башпайыма дейін белгісіз бір энергия сулап өткендей болды. Ол кісіден кімсіз деп те сұрамадым. Әйтеуір маған қатты әсер еткен оның айқын сөздері болды. Әлі күнге таң қаламын. Бұл тектен тек емес деген ой мені бірден мазалады. Әншейінде мұндай бейтаныс біреу түгілі, жолдас жоралардың, кейбір сыйлас белгілі адамдардың сөздерін құлағыма іле қоймайтынмын. Бұл жолы қатты сыйлайтын мұғалімін ренжітіп алған оқушыдай айыпты күй кештім.